Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінде елдегі басты проблема үкіметтің қосымша құн салығына деген саясаты болып тұр. Аталған тақырыпта пікірлер дауы толастар емес. Белгілі заңгер, қоғам белсендісі Айгүл Орынбек ханымның мына жазбасы көпшілікті елең еткізді. Құрметті Дархан Сатыбалды мырза, президенттің жанына бардыңыз. Халықтың датын жеткізіңіз. Халық қарсы. Қосымша құн салығының 20% өскеніне, салық табалдырығының яғни 15 миллионға түскеніне, Жұманғарин мырза салыққа қатысты халықтың жынына тиетін жаңа реформаны президентімізге ұсынар алдын қоғаммен және экономистермен ақылдасу керек еді. Сарапшылардан өтпеген, тіпті депутаттармен талқыланбаған шала реформаны президентке ұсыну бұл президентке қастандық жасағанмен бірдей. Дәл қазір бұл реформа халықтың қатты ашу ызасын туғызып жатыр. Ауыл аймақты басқарып келген білікті басшы ретінде, орта және кіші топтағы кәсіпкерлердің жағдайын білетін маман ретінде өзіңізден сұраймын. Халықтың аманатын президентке жеткізіңіз. Былтыр президентіміз халық игілігіне жұмыс істейтін жаңа салық кодексін әзірлеуді тапсырған еді. Алайда өзіңіз көріп отырғандай үкімет мүшелерінің кейбіреулері президентіміздің беделін халық алдында түсіру үшін әдейі осындай реформалар жасап халықтың ашуын тудырып жатқан сияқты. Экономика саласына қатысты президентіміздің 8 мамыр 2024 жылғы жарлығын қайта бір оқып шығыңыздаршы. Халық игілігіне, мемлекетіміздің экономикалық дамуына арнап жазылған еді, дейді Айгүл Орынбек ханым. Сонымен неше пайыз өседі? Әңгіме қозғалса, демек қозғалыста бар деген сөз. Қосымша құн салығы өседі, дейді журналист Алмас Алтай. Жақсы, өсетіні анық болса қанша пайызға өседі? Біздің ойымызша қазіргі ұсыныс тым қатаң. Қосымша құн салығын 20%-ға өсіріп, жеке кәсіпкердің үлкен салыққа өтер шегін 15 миллион етіп тастаса, өзін өзі асырап күнін өзі көріп жүрген шағын бизнестің бәрі тоқтайды. Тоқтамаса көлеңкеге кетеді. Одан бюджетке пайда емес, зиян келеді. Мемлекет не істейді? Мемлекет бюджет түсімдерін молайтқысы келеді. Ол даму үшін ұшпаққа шығып, көршілерден озу үшін емес. Халықтың тең жартысынан көбін құрайтын бюджеттен теңге алатын азаматтардың қазіргі күйін сақтау үшін. Қосымша құн салығы дегенде жеке кәсіпкердің, шағын және орта бизнестің салығын ғана емес, қазақ жерінде тұрған алпауыттардың салығын да ойлаған жөн. Өйткені бюджеттің негізгі түсімдерінде сол алпауыт мұнай компаниялары, кен байытушылар, үлкен халықаралық логистикамен айналысатындар береді. Олар қазір қазынаға салық төлеп отырғанын сезіп те отырған жоқ шығар тіпті. Бәрібір, қосымша құн салығы өссе халыққа еш әсері болмайды деген ой болмау керек. Халықтың қалтасына әсер етеді. Өйткені кәсіпкер өнімге көбейткен салықты тауар бағасына да жамайды. Үкімет не жауап береді бұған? Біз әлеуметтік салықты алып тастаймыз дейді. Яғни айлықтың белгілі пайызы көлемінде төленіп келген сома енді төленбейді. Үкіметтің табандап отырған бір уәжі бар. Қосымша құн салығы көбейсе, бюджетке бұрынғыдан артық 790 миллиард теңге келеді. Бұл ақшаны бюджеттен айлық алып отырған мұғалім, дәрігер, полициямен және зейнеткер, студент көп балаға төленетін төлем секілді міндеттемелерді төлеуге жұмсамақ. Әлбетте, инфрақұрылымды дамыту, жаңа жұмыс орындарын ашу мен пайдалы бизнес жобаларды қаржыландыру міндет. Ал анау бюджеттік төлемдер төленбей қалса, Қазақстанда қандай шу боларын ойлаудың өзі қорқынышты. Өйткені былтыр ғана бүкіл республикалық бюджеттің жартысынан көбі осы мақсатқа жұмсалған. Қазына ортайып барады. Ұлттық қорға салудың орнына одан алу көбейіп барады. Үкімет айтқан тағы бір уәж, айналымы 600 мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі шағын және орта бизнеске арнайы салық жүйесі енгізілмек. Бұл жүйе бойынша қосымша құн салығын төлеу міндеттелмейді. Көрпеге қарай көсілеміз, деді президент. Басқадай амалымыз да жоқ көрінеді. Демек, енді шығынның бәрін есептеп жүруімізге тура келеді деген сөз. Артық жағылған жарық, артық төгілген су, артық алынған нанның да қадірін
сезінетін боламыз. Той-томалаққа далақтап тұра шаппай, қалтамызбен ақылдасамыз деген сөз. Кредит алып, той жасауды доғаратын болармыз сірә. Президент жалпы ұсынысты қолдаймын, дегенмен нақты қаншаға өсіруді қоғам боп талқылау керек, зерттеу керек, үңілу керек деген. Демек, алдағы күндері талқылайтын тақырыбымыз осы ғана болатын шығар. Үкімет экономистермен, сарапшылармен, кәсіпкерлермен, мәжіліспен ақылдасатын болар. Президенттің де тапсырмасы түсінікті ғой. Мен мақұлдады деп шаба жөнелмей, жан-жақты зерделеңдер деді. Қаншаға өсер екен дейді Алмас Алтай. Жалпы бұл қосымша құн салығын көтеру, бүйтсек 90-шы жылдарға топ ете қаламыз деген танымал экономистің де сөзін бөлісе кетейік. Қазақстанда қосылған құн салығын 20%-ға дейін ұлғайту мәселесі қызу талқылануда. Бұл тұрғыда экономист Айман Тұрсынханның айтуынша, бұл қадам отандық өндіріс үшін ауыр соққы болады. Ол әсіресе 19 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік, дәрі-дәрмек, коммуналдық және негізгі қызметтер қымбаттап, жұртшылықтың шығыны күрт өсетінін ескертеді. Қазақстанда халықтың жартысына жуығы табысының 60%-ын азық-түлікке жұмсайды. Қосымша құн салығы көтерілсе, бұл көрсеткіш 75%-ға жетуі мүмкін. Нәтижесінде тұтынушы несиесін өтеуі қиындап, коммуналдық төлемдерді төлей алмай қалатындар көбейеді дейді ол. Сарапшының пайымынша, кәсіпкерлердің шоттары бұғатталып, төлем дағдарысы басталса, 90-шы жылдардың соңындағыдай бартер мен қарызға бату қаупі туындайды. Экономист маманның айтуынша, министрлер кабинетінің 80 мыңнан 300 мыңға дейінгі кәсіпкерді қосымша құн салығын төлеушілер қатарына қосу жоспарында сынға алып, фискалды органдардың нақты талдауы жоқ деп отыр. Оның ойынша, мұндай шаралар шағын дүкендер мен қызмет көрсету орындарында шамадан тыс салмақ салады. Экономист бірқатар балама ұсыныстар айтып отыр. Соның ішінде қосымша құн салығы мөлшерін әртүрлі деңгейде 0%-дан 20%-ға дейін саралау, әлеуметтік маңызы бар тауарларға 0% немесе 8% салық енгізіп, импортқа 20% сақтау қажет дейді. Мұндай амалдар халықтың азық-түліктік қауіпсіздігін қорғап, ішкі нарықтың тұрақты жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Айман Тұрсынханның айтуынша, ең басты мәселе бюджеттің шығындарын аудиттен өткізу және салық кірістерін ашық игеру. Әйтпесе бірнеше адам ғана ауқаттанып, ал көпшілік дағдарыстың салмағын көтереді деп қорытындылайды сарапшы ханым. Елдегі қосымша құн салығына қатысты мәселе әлі де айтылатын болады. Жаңалықтардан құр қалмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, төмендегі комментарийге міндетті түрде пікірлеріңізді бөлісе отырыңыз.